Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен фарштан жасалынатын спагеттидің рецебімен бөлісемін. Бұл үшін ең алдымен қазанымызға су құйып, тұз салып қайнатып аламыз. Одан кейін спагеттимізді салып араластырамыз. Одан кейін табаға май құйып, фаршты салып қуырамыз. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Сәбізді де ұсақтап, төрт-үшті ертіп турап аламыз. Болгар бұрышын да ұсақтап турап аламыз. Одан кейін фарштың үстіне пиязды салып қуырып аламыз. Аздап қуырылғаннан кейін сәбізді салып араластырамыз. Одан кейін болгар бұрышын салып жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, баяу отқа қоямыз. Піскен спагеттимізді салқын суға сүзіп аламыз. Фаршқа дәміне қарай бұрыш, тұз және паприка қосып араластырамыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Одан кейін бір ас қасық томат, бір ас қасық кетчуп қосамыз. Кетчупты қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, бетін жауып, сәбізбен болгар бұрышы пысқанға дейін баяу отта ұстаймыз. Ыдысымызға спагеттиді салып, үстінен фаршты, начинкамызды саламыз. Одан кейін үстіне қалауларыңызға қарай сырды үкіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Осымен біздің спагеттиіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.